Биылғы форум аясында Қазақстанның тарихында алғаш рет дүниежүзілік мұнай кеңесі ұлттық комитетінің бас қосуы өтеді. Яғни бұл дегеніміз Қазэнерджи Қазақстанның және әлемдік энергетика саласындағы өзекті проблемалар талқыланатын халықаралық сұхбаттастық алаңына айналады деген сөз. Энергия мен экология астанадағы бас қосуда қаралатын негізгі мәселе. Елдің энергетика саласындағы негізгі шараға халықаралық сарапшылар, саясаткерлер мен ірі компания басшылары жиналды. Өзгерістер торабындағы әлем, тұрақты энергетикалық болашақты қалыптастыру. Қазэнерджи Евразиялық форумына биыл осындай айдар тағылды. Проблема, которая обсуждается. Бұл форумда талқыланып отырған мәселе өте өзекті. Қазіргі таңда не өндіресің дегеннен гөрі аз шығын шығарып, қоршаған ортаға залал тигізбеу үшін қалай өндіру керек деген маңызды. Әрине дайын рецепт жоқ. Сондықтан да форум барысында сарапшылар кеңесе отырып, тиімді әрі дұрыс жолды анықтаудың ортақ ұйғарымын табады деп ойлаймыз. Қоршаған ортаны қорғау мәселесіне компания айрықша мән береді. Мәселен, өндірістен табиғатқа келетін залалды азайту, озық технологияларды енгізу сияқты жұмыстарға жыл сайын қомақты қаржы бөлінеді. Әсіресе экотиімділікті арттыруға ерекше көңіл бөлінеді. Петроказахстан на сегодняшний день является одним из Петроказахстан қоршаған ортаны қорғауға назар аударып отырған Қазақстанның көмірсутегі нарығындағы маңдайалды компаниялардың бірі саналады. Біз мұнай өндіру аймақтарындағы жанып тұрған алауларды өшірдік. Бұл таңдауымыз дұрыс деп сеніммен айта аламын. Ал форумда айтылған әңгіме осындай проблемаларды тиімді шешудің бағыт-бағдарын көрсетеді. Форум аясында өндірістік сала қызметін дамыту бойынша 6 алқа мәжілісі, дөңгелек үстелдер мен конференциялар өтеді. Елдің тарихында алғаш рет дүниежүзілік мұнай кеңесі ұлттық комитетінің бас қосуы болады. Бұл жиынға Қазақстан атынан Қазэнерджи қауымдастығы қатысады. Дархан Абдуахит және Рүстем Рүстемов, хабар агенттігі.